Сәлем баршаңызға, құрметті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін шашлыкты дұрыс маринадтау жолын сіздермен бөлісетін боламын. Мендегі окорочка фирма Алель деп аталады. Сіздер өздеріңіз қалаған окорочканы алсаңыздар болады. Негізі фирма Алельдікін алсаңыздар жақсы шығатын болады. Енді окорочкамызды бірінші жақсылап жуып, бөліктерге бөліп аламыз. Үстіне бір галина бланканы езіп саламыз. Сосын универсальный приправа 2 пачкасын қостым. Менде окорочканың килограммы 8 килограмм. Осы 2 пачкасын қосып болған соң үстіне майонез бен кетчуп қосатын боламыз. Майонез бен кетчуп бізде үлкен пачка, майонездің жартысын қосамыз, кетчуптың 1 пачкасын қосып, үстіне татымына қарай тұзын қосатын боламыз. Енді осының барлығын қосып болған соң жақсылап араластырамыз. Мариновкаға 1 немесе 2 сағатқа қойсақ болады. Егер асығыс болмасаңыздар 2 сағатқа қойсаңыздар да болады. Негізі 1 сағатта жеткілікті. Осылай барлығын жақсылап араластырып болған соң бетін жауып бір шетке ала тұрамыз. Мариновкасы сіңіп әдемі болып тұрады. Достар, егер осы видео рецепт сіздерге ұнап жатса, видеоның астында поделиться деген батырманы басып, ағаларыңызбен, әпкелеріңізбен, сіңілдеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ендігі кезекте мариновкамыз 1 сағатқа тұрғанша осы көмірін жағып қоятын боламыз. Енді 1 сағат өткен соң мариновкадан аламыз. Окорочкаларымыз осы шашлықтың палочкасына тізбектеп барлығын дайындап аламыз. Құрметті оқырмандарым, қазақша футболктың дамуына өз үлестеріңізді қоссаңыздар деп сұранамын. Каналыма тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгіні басуды ұмытпаңыздар. Енді барлығын тізбектеп дайындап алған соң, кішкене оты сөнген соң шоғына пісіретін боламыз. Тез әрі оңай жасалатын мариновканың бір түрін сіздерге көрсеттім. Сіздер де осылай жасап көріңіздер.